Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі біздің пәніміз педагогика. Өтетін тақырыбымыз талантты және де дарынды балаларды оқыту. Талантты және де дарынды дегенді қалай түсінесіздер? Дарынды деп әдетте танымдық, когнитивтік және де зияткерлік қабілеттері жоғары оқушыларды айтамыз. Талант деп белгілі бір сала бойынша музыка, өнер, сурет салу бойынша, яғни ерекше таланттары бар, қабілеттері бар балаларды айтамыз. Дарынды оқушылардың белгілері қандай? Дарынды оқушылардың белгілеріне олар өте абстрактылы ойлайды, қиялшыл, дивергентті ойшыл, тиянақты, сөздік қоры мол, сыншыл, еркін және де өздерін сезімтал сезінетін балалар болып табылады. Әлемде барлық елдер осы талантты және де дарынды балаларды анықтап, оларға арнайы жағдай жасауда. Сыныптарыңызда талантты және де дарынды балаларға қалай көмектесуге болады? Ол үшін талантты және де дарынды балаларға өздеріңіз жоғары сезімге ықпал ететін қызықты тапсырмалар дайындау керек. Ол үшін мұғалім өз сабағын қызықты және де мәліметтермен бастауы керек. Сонан кейін фактіге қосымша қандай мәлімет балалар білетінін оқушылардың өзінен сұрау керек. Немесе оқушыға мәліметтің немесе фактіні атап, оның дұрыс па, бұрыс па деп, яғни балаларға сұрақ қоюға да болады. Бұл оқушылардың өз пікірін қалыптастыруға және де өздігінен ізденуін қалыптастыруға да өз септігін тигізеді екен. Сонымен бірге оқу бағдарламасында да көптеген өзгерістер мен толықтырулар енгізу керек. Оған бірінші мазмұндық өзгеріс, екінші әдіс тәсілдердегі өзгеріс және де үшінші мәтіндердегі өзгерістерді енгізу керек. Дарынды және де талантты оқушыларды оқытқан кезде жалықпау үшін тағы не істеуге болады? Ол үшін жаңағы айтқандай оқыту бағдарламасында көптеген өзгерістер енгізілу керек. Оған нені жатқызамыз? Оған бірінші оқушының қызығушылығын арттыратын түрлі тапсырмаларды әзірлеу керек. Екінші, өзінің жетістіктерімен бөлісе алатын әртүрлі адамдармен кездестіру керек. Және де экскурсияларға апару керек. Ол заводқа, университетке, музейға, яғни балаларды саяхатқа апарып, сабақтарды жүргізу керек. Келесі, шығармашылықты талап ететін тапсырмаларды әзірлеу керек, және де проблемалық жағдайы туғыза алатын тапсырмаларды әзірлеу керек. Бұл яғни оқушылардың ойлау деңгейін дамытуға өз септігін тигізеді. Экстернат дегенді қалай түсінесіздер? Экстернат деп сыныптан сыныпқа көшу арқылы күрделі оқу бағдарламасын жылдам және де тез меңгере алатын оқушыларды айтамыз. Бұл жерде оқушылардың жеделдетілген және де күрделі бағдарлама бойынша оқытар кезде мұғалім міндетті түрде мұқият болу керек. Себебі оқушылардың эмоционалдық тұрғыдан өздерінен жасы үлкен оқушылармен оқуға дайын болмауы мүмкін. Алдарыңызда видео, барлығымыз қарайық. Не хочу я туда идти, я могу и дальше дома учиться. Мне больше нечего тебя учить, и мне надоело спорить до умопомрачения. Что это такое? Не знаешь? Вот тебя в школе и научат. Доброе утро, мисс Стивенсон. Кто знает, сколько будет 3 плюс 3? Все знают.
сестра хотела, чтобы у Мэри было детство, чтобы у нее были друзья и счастливая жизнь. У вас есть медицинская страховка? Нет. Вы провели ночь в тюрьме? Протестую. Чего ты больше всего боишься? Испортить мою жизнь. Мэри, Мэри, Мэри! Нет! С ней не поспоришь. Это точно. Он хороший. Он меня любил до того, как я стала умной. Одаренная. Крис Эванс, Маккена Грейс, Линдси Линкольн и другие. Жақсы. Сіздер енді болашақ мұғалім болғандықтан сіздерге осындай кеңес бергім келеді. Талантты және де дарынды оқушылар да өзге оқушылар сияқты олардың эмоциялық және де толғанысы бар екен, ешқашан ұмытпау керексіздер. Сабақта, яғни тапсырманы тез орындағандықтан оларға қосымша тапсырмалар әзірлеу керексіз. Немесе оларға өздері тапсырманы әзірлеуге ұсыныс беру керексіз. Келесі, дарынды және де талантты балалармен сапалы кері байланыс орнату керексіз. Оқушылардан сабақтан тыс уақытта сұхбаттасуға да көңіл бөлу керексіз. Мектепшілік, аймақтық, облыстық, халықаралық деңгейде өтетін іс-шараларға қатыстыру үшін балаларды әрдайым таныстырып, яғни жағдай жасау керексіз. Енді алдымызда тағы бір видео, қарап көрсеңіздер. Жақсы. Алдарыңызда көрсетілген видеода қалай ат қоюға болады? Сіздер бұл фильмді көрген шығарсыздар. Дұрыс. Менің атым Қожа. Қожа қандай бала? Топтарыңызда Қожа бар ма? Енді осы мен Қожаны алған себебім, яғни баланың бойында көптеген қабілеттер мен дарындылықтарын анықтадым. Дарынды балалардың ерекшеліктеріне мен Қожаның бойындағы қасиеттерді көре отырып, осыны жаздым. Яғни ол ешқашан қиыншылықтан қорықпайды, сұрақтарды көп қояды, сөздік қоры өте мол, есте сақтау қабілеті жоғары, әділетті, әзілқой және де танымдық қасиеті жоғары деңгейде дамыған бала болып табылады. Джон Рензулидің дарындылық модулін ұсынғым келеді. Ол модульді үшке бөлген екен. Бірінші интеллектуалдылық компонент, оған зейін, еш және де ойлау үдерісінің дамуын жатқызған екен. Екінші, ол бізде креативтілік және де шығармашылық, яғни баланың бойында қиялдың шығармашылық деңгейінің жоғары деңгейде дамуы болып табылады. Үшінші, мотивациялық компонент, яғни танымдық және де зерттеу белсенділігі. Бұл мұғалімге байланысты оқушының бойынан қасиеттерді көріп, соны дамытуға өз септігін тигізу болып табылады. Егер де баланың бойында осы үш компонент болған кезде, яғни ол дарынды балаға айналады екен. Тағы бір сіздерге Владимировтың сөзін оқығым келеді. Бізге туғаннан берілген дарын өңделмеген алмазға ұқсайды. Сібір кенінен алынған мөлдір, қатты, тас тәріздес, бірақ алмаз қаншалықты тамаша болса да, маржан тас екеуінің айырмашылығы жер мен көктен, яғни маржан тас деп ерен еңбекті қажет ететін, тегістелген алмаздай жатыр. Дарындылық та осыған байланысты. Егер де онымен жұмыс істемесе, ол сөніп қалуына да себепші болады. Дарындылық бұл адам психикасының өмір бойы жүйелі түрде дамып, басқалармен салыстырғанда адамның бір немесе бірнеше іс-әрекет төңірегінде әдеттен тыс сирек кездесетін, жоғары нәтиже көрсететін мүмкіндіктер болып табылады. Енді дарынды балалармен, яғни оларды айқындау үшін және де оларды дамыту үшін тиімді жолдарды ұсынғым келеді. Яғни сіздер мұғалім болғандықтан
сіздердің топтарыңызда әртүрлі бала кездеседі, балалардың ішінде дарынды балалар болуы мүмкін. Солармен сіздер әртүрлі жұмыстар жүргізу керексіздер. Соның бірі бақылау әдісі, екінші арнайы бағдарламаны қолдану керексіздер. Мұғалімнің және де ата-ананың эксперттік бағалауы керек. Психодиагностикалық тренингтер өткізу керексіздер. Баланы әртүрлі олимпиада, конференция, көптеген іс-шараларға қатыстыру керек. Және де психодиагностикалық зерттеулер жүргізу керек. Оның негізгі мақсаты, яғни баланың танымдылығын арттыру, қосымша әдебиетпен жұмыс істеуге үйрету, білімге деген қызығушылығын арттыру, қабілетін ашу, және де оны дамыту, және де зерттеу дағдысын қалыптастыру үшін керек. Арнайы дайындықтан өтпеген мұғалімдер дарынды оқушымен жұмыс жүргізгенде төмендегідей қиындықтарды кездестіреді екен. Соларды айтып өтсек, көптеген жағдайда ұстаздар дарынды оқушыға немқұрайлы қарайды, және олардың ішкі жан дүниесіне үңіле алмайды екен. Екінші, диагностикалық әдістемелерді білмегендіктен дарынды оқушыны анықтауда төмен нәтиже көрсетеді. Үшінші, дарынды оқушыларға тапсырма дайындағанда олардың қиындығына емес, сапасына да емес, көптілігіне көңіл бөледі екен. Келесі, дарынды оқушы оқу жағынан емес, тәрбие жағынан да мұғалімге көптеген осындай қиыншылықтар туғызады екен. Және де дарынды оқушымен жұмыс жүргізгенде ғылым зерттеу жұмыстарының қажеттілігін дамыту, яғни керек екен, деңгейін білу керек екен. Мұғалім ол дарындылықтың өзінің ұстанымдарын білу керек. Бірінші, сен білуге міндеттісің дегеннің орнына сенің қолынан келеді деген ұстанымды ұстануы керек. Екінші, белгілі жағдайдан белгісіздікке бетбұрыс жасай қағидасын түсіну керек. Үшінші, іс-әрекет нәтижесіне емес, сол нәтижеге жету барысындағы қуанышты түсіну керек. Келесі, баланың қиялын ұштай отырып, сұрақ қоя білуге үйрету керек. Келіспейтін, яғни қателеспейтін адам болмайды қағидасын үйрету керек. Болашаққа бейімдеу керек, дамыта оқыту керек, және де жеке ғана емес, әлеуметтік ойлау қабілетін дамыту керек. Дарындылық туралы қазіргі кезде әртүрлі адамнан пікір сұраған кезде, олар яғни үш пікір айтады екен. Бірінші, балалардың барлығы дарынды деп айтады. Екінші, дарынды балалар өте сирек кездеседі. Ал үшінші, дарындылық ол тұқымнан беріледі деген осындай пікірлер туындап жатады. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Енді сабағымды қорытындылай келе, Абай Құнанбаевтың сөзіне тоқталғым келіп тұр. Қашан бала ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады дейді. Абай Құнанбаевтың 7-ші сөзіне де тоқталғым келеді. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады екен. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Біреуі білсем екен демерлік, не көрсе соған талпынып, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйретеді, бұл неге бүйтеді деген сұрақтарды яғни қоя бастайды екен. Яғни көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дегені болып табылады. Яғни адам баласы ол әрдайым көп нәрсені білуге талпыну керек екен. Өзінің бойындағы қасиет қабілеттерін дамытып, жұмыс жасау керек. Балада дарындылық туа берілуі мүмкін, бірақ онымен ешкім ата-анасы мұғалім жұмыс істемесе, ол өшіп қалуы да мүмкін екен. Сіздерге үй жұмысы дарындылық туа біте ме, жүре біте ме, яғни тақырыбында дәлелді эссе жазып келу. Рахмет.